Қайырлы күн баршаңызға. Менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін мен сіздермен ерекше балды торт рецептісімен бөлісемін. Алдымен балды кеңірек ыдысымызға құйып аламыз. Оған бір шай қасық ас содасын саламыз да барлығын жақсылап араластырамыз. Барлығын баяу отта астын басып, осылай араластырып отырамыз. Осындай түсі ағарғанша барлығын араластырасыздар. Одан кейін отымызды сөндіріп, жібіген 150 грамм сары майды қосып, жақсылап барлығын ертіп араластырып аламыз. Міне осындай бізде сұйықтық шығады. Біздер балды қоспаны суытуға қоямыз. Ол суығанша 5 жұмыртқаны жарып аламыз. Жұмыртқаңыз міндетті түрде жылы болуы керек. Алдын ала тоңазытқыштан 1 сағат бұрын шығарып қойыңыздар. Сол кезде біздің коржымыз үлпілдек, жұмсақ болып шығады. Жақсылап жұмыртқаның барлығын миксерлеп аламыз. Осылай көпірік пайда болғанша миксерлейміз. Одан кейін оған қант қосамыз да барлығын жақсылап тағы да миксерлеп аламыз. Бізге енді миксер қажет болмайды. Манағы балды қоспаны қосамыз. Суыған күйде қосуы керек міндетті түрде. Енді жақсылап қоспанымызды араластырамыз. Одан кейін ұнымызды қосамыз. Ұнды еліктен алдын ала мен өткізіп алдым. Миксер қолданбаймыз. Осылай лопатка арқылы жайлап, абайлап, астынан үстіне араластырамыз. Біздің коржымыз көтеріліп жақсы болып пісу үшін. Енді мен 2 противеньға пісіремін. Сіздер өздеріңізге ұнаған формаға пісірсеңіздер болады. Жаңағы салмамызды пергамент қағаздың үстіне 2 бөлікке бөле отырып, осылай біркелкі етіп жайып аламыз. Мен әрдайым поклан пергамент қағазын қолданамын. Сіздер егерде пергамент қағазының сапасына күмәніңіз болса, алдын ала майлап алыңыздар астын. Жақсылап біркелкі етіп барлығын жайып шығуымыз керек. Бұл корждар өте тез піседі, 6-7 минутта дайын болады, сондықтан көп пісіріп жібермеңіздер, әйтпесе тортымыз құрғақ болып шығады. Коржымыздың дайын болуын ағаш таяқшамен тексересіздер, 180 градуста пісіресіздер. Мінекей достар, менің 2 коржым дайын болды, өте жұмсақ, керемет болып көтеріліп пісті. Енді мен оның барлығын суытып алдым. Енді пергамент қағазын абайлап алып аламыз. Мен корждарым бір-біріне үстіне қойғасын кішкене жабысып қалды. Сіз мен қателігімді қайталамаңыз. Осылай екі шетінен үдеулетіп кесіп аламыз. Жаңағы корждарымыздың шетін біздер қазір үгітіп аламыз. Осылай 2-ге бөліп 4 слой корж жасайтын боламын. Міне манағы бөліктерді біздер осылай үгітіп аламыз. Бұл үгітінділер бізге тортта симдеуге қажет болады. Енді кремін жасауға кірісеміз. Менде әрдайым 33%-дық клейге, яғни сливки, және де вареный сгущенканы қосамын, және де маскарпоне қосамын. Маскарпонның орнына творожный сыр қоссаңыздар болады. Алдымен сливкиді кеңірек ыдысымызға құйып аламыз да миксердің жай жылдамдығымен 10 минуттай араластырамыз. Одан кейін 2 ас қасық вареный сгущенка қосып, жақсылап тағы да барлығын миксерлеп аламыз. Одан кейін маскарпонені қосамыз. Және де кремнің ингредиенттерінің барлығы міндетті түрде салқын болуы керек. Жақсылап барлығын миксерлеп аламыз. Біздің креміміз қою болып шығады. Міне осындай крем болды. Енді біздер тортымызды жинауға кірісеміз. Алдымен бірінші слойдың үстіне крем жағамыз. Кремді көбірек жағамыз, себебі біздің корждарымыз қалыңдау болғандықтан. Жақсылап крем сіну керек. Мен осындай құрал пайдаландым. Сіздер өздеріңізге ұнаған құралдарыңызды пайдалансаңыздар болады. Өзіңізге ыңғайлы болу үшін осылай тікелетіп аламыз. Жақсылап барлығын жағып шығамыз. Үшінші слойымды салдым. Енді соңғы коржымызды саламыз. Кремімізді жағып аламыз. Қалған креміміздің барлығын тортымыздың жандарына жағып тікелеп шығамыз. Енді мен өзімнің фантазияма қарай әсемдейтін боламын. Осылай шоколадты водяной баняға ертіп алдым. Осындай полосочкалар жасап шығамын тортымның үстіне. Одан кейін ағаш таяқшаны аламыз да видеодағыдай осылай етіп өтіп шығамыз. Міндетті түрде әр өткен сайын
ағаш таяқшаңызды тазалап тұрыңыздар салфеткамен. Сол кезде өте әдемі болып шығады біздің узорларымыз. Міне осындай әдемі біздің тортымыз шығады. Одан кейін манағы үгітінділермен тортымызды әсемдейтін боламыз. Осындай лопаточка арқылы жасасаңыздар болады. Немесе ыңғайыңызға қарай қолмен де жасауға болады. Осылай үгітінділермен тортымызды әсемдеп шығамыз. Тортымыз өте әдемі, өте ерекше болып шықты. Мінекей достар, менің тортым дайын болды. Енді дайын болған тортымызды 5 сағатқа тоңазытқышқа немесе бір түнге салып қойыңыздар. Менің рецептім ұнаса, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк басып, комментарий жазыңыздар, және де алдағы уақытта қандай рецепт көргіңіз келеді, оны да жазып кетіңіздер. Міндетті түрде осы рецептпен балды тортты пісіріп көріңіздер. Мен қазір балды тортымды 3 сағат тоңазытқыштан шығардым, енді кесіп дәмін көргелі жатырмын. Торт өте жұмсақ болып шықты, корждары да көтеріліп, жақсы болып пісті. Міндетті түрде менің айтқан дарымның барлығын жасасаңыздар, сіздің тортыңыз күшті болып шығады. Міне мен тортымның дәмін көргелі жатырмын, маған өте қатты ұнады. Міндетті түрде үйде жасап көріңіздер. Менің каналымда келесі кездескенше сау болыңыздар.